Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін дайындалуына 5-ақ минут кететін, өте дәмді, көрінісі әдемі және қонақтарға да ұялмай ұсынуға болатын тәттінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сұлтан крекерлерін ыңғайлы ыдысқа аламын. Мен үйдегі бар қалған басқа печеньеларды да араластырып жібердім. Барлығын қолмен жай ғана сындырамын. Майда қылып үгітудің қажеті жоқ, тек ірі бөліктерге бөлсе жеткілікті. Басқа ыдыста 200 грамм шоколадтың 50 граммын кондитерлік қапқа алып қоямын, себебі бұл мен торттың бетін әсемдейтін боламын. 80 грамм майды саламын, сары май, және де отта қыздырылған ыстық сүтті құйып араластырамын. Менде сүттің мөлшері шамалы көбірек болып кетті, бірақ төменде сіздерге берілетін рецептте азырақ қылып жазамын, сондықтан рецепт бойынша дайындай беріңіздер. Шоколад еріген соң үстінен печенье, үйіңізде бар немесе сүйікті жаңғақтар, какаоны салып араластырамын. Енді тортымызды жасайтын формаға пищевая пленканы орналастырамын. Ол кез келген формада жасай берсеңіз болады, төртбұрышты де болады. Мен домалақ диаметрі 22-лік форманы таңдадым. Соған жақсылап орналастырып, бетін тегістеген соң пленкамен бетін жабамын да тоңазытқышқа 4-5 сағатқа жіберемін. Немесе процесті жылдамдату үшін мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоюға да болады. Пирог жақсылап қатып өз формасын ұстағаннан кейін пленкасына абайлап алып, ұсынатын ыдысқа орналастырамын. Жаңағы кондитерлік қапта алып қалған шоколадты ыстық суға бір салып алып, шоколадты ерітіп, бетіне абайлап, әдемілеп жағып шығамын. Осылай ұсына да беруге болады, немесе мерекелік көрініс жасау үшін жандарына мен фундук жаңғағын және де вафля сеуіп шықтым. Енді осылай кез келген қонақтарға әдемілеп ұсына беруге әбден болады. Міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Жасалуына 5 минут қана кеткенмен өте дәмді, әсіресе шоколадты десертті ұнататындар үшін керемет ұсыныс, және де кофенің жанына ұсынсаңыз да өте үйлесімді. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Видео сіздерге ұнаған болса, рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып және комментарий бөлімінде пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Және де міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Әр аптада өте осындай ерекше, дәмді тағамдардың рецептілерімен бөлісіп отыратын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, десерт өте жұмсақ, ауызда ериді. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.